Ақша қолдың кірі, ақша адамды бұзады деген түсінік қайдан шықты? Кеңес үкіметі заманында қазақтың байларын жағымсыз бейнеде көрсету идеологиясы жүрді. Қарны қабақтай, сараң, өзімшіл, эгоист, тәкаппар қылып бейнелеген. Ал шындығында қазақтың байлары қандай болды? Қазақтың байы бір ауылды қамтамасыз ету жағдайын жасап отырған. Жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпай, жесір дауын шешіп отырған. Туындаған дауды уақытында шеше алмау ол бай үшін үлкен сын болатын. Ел үшін қызмет еткен байларымыз қаншама. Мамания мектебінің негізін салған маман Тұрысбек сынды байлар. Қазақ балалары үшін мектеп салып, ол мектепте 13 мұғалім ұстаған. Елімізге алғаш өндіріс тап келген Қаражан Үкібаевты неге айтпасқа. Бер жағында алашордалықтарды қолдап, газет, журнал шығаруға демеушілік жасаған қазақ байлары қаншама. 1925 жылы еліміздің басшылығына Филипп Голощекин келді. Ол кіші қазан идеясын ұсынды. Мақсаты қазақ даласына кеңес үкіметін қайтадан орнату. Голощекинге ұнамағаны қазақ қоғамындағы байлардың беделі. 1928 жылы 27 тамызда қазақ байларын конфискелеу, тәркілеу басталды. Тәркілеу деп отқанымыз қазақ байларының мал-мүлкін күшпен тартып алды. Голощекин қазақ даласындағы тепе-теңдікті бұзды. Аяғы үлкен нәубет, ашаршылық қалып келді. Тіпті кеңес үкіметі заманында соғыстан кейінгі 50-60 жылдарда қазақ байларын жағымсыз қылып көрсету идеологиясы жылдан бері жалғасты. Қазіргі қазақ қоғамында ақша қолдың кірі, ақша адамды бұзады деген стереотип бар. Бір кітаптан оқыдым. Ақша адамды бұзбайды. Ақша бұрын ол кісі қандай болса, сол бет әлпетін, шын келбетін ашады дейді. Қалай ойлайсыз? Кеңес үкіметі идеологиясы арқылы өз мақсатына жетті ме?